Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте керемет жазғы мезгілде көп дайындалатын салаттардың бірін дайындаймыз. Алдымен каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Ендеше үй жағдайында оңай жасалатын, әрі дәмді болып шығатын салатымызды бастаймыз. Бізге қажетті заттар ең алдымен капуста, помидор, огурцы, сәбіз және аскөктер қажет болады. Капустаны дәл видеода көрсетілгендей етіп кубиктап турап аламыз. Енді капустамызды турап болғаннан кейін оның үстіне аз мөлшерде тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Огурцы мен помидорды видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Енді өз қалауларыңыз бойынша көк пияз, укроп, петрушка қоссаңыздар болады. Енді капустамыздың үстіне сәбізді салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін енді туралған өнімдеріміздің барлығын саламыз. Помидорымыз бен огурцыды, укроп, пияздарымызды және чеснок, қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз азырақ,
кориандрды ұнтақтап салдым. Енді қызып тұрған сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, шайға ұсынуға болады. Көрінісі әдемі, осылай әдемі болып шығады. Дәмі де өте керемет. Үй жағдайында оңай жасалады. Үйдегі бар өнімдерді қолдансаңыз болады. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет болып шығады. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де қоңырауша белгісін бассаңыздар, менің әрбір салған видеом сіздерге көрініп тұрады.